Аяз ақырған ақпанның да 3 аптасы артта қалды. Көптеген мемлекеттік мекемелер ай қорытындысын шығарып, алдағы күндерге жоспарларын құрып, негізгі міндеттерді орындауда қапы қалмаудың қамын жеуде. Тек қана қол жеткен табыстар ғана емес, қалыс қалған тұстарда алға тартылуда. Аптаның есеп-қисап айдарынан Ақмола облысы бойынша өнеркәсіп саласының дамуы жөнінен мәліметтерді назарларыңызға ұсынамыз. Индустриалдық даму бойынша қай аудандар алда, қай аудандар көш соңында екенін өзіңіз бағамдаңыз. Ақмола облысында нақты көлем индексі 113%-ды құрады. Өткен жылы бұл көрсеткіш 130%-ға жеткен болатын. Облыста нақты көлем индексінің жоғары көрсеткіші Зеренді, Қорғалжын, Еңбекшілдер, Ерейментау ауданында және Көкшетау қаласында тіркелді. Ал Есіл, Жарқайың, Егіндікөл, Бұланды, Атбасар, Целиноград ауданы мен Степногорск қаласында өндіріс көлемі төмендеген. Өкінішке орай қаңтар айында экономикалық өсім баяу, ол бар болғаны 4,8%-ды құрады. Тереңіне үңілсек, өнеркәсіптік өсімде төмен. Экономикалық даму және сауда министрлігіне арнайы сараптама жұмыстарын жүргізу қажет. Осының қорытындысында экономиканың 7%-ды өсіміне қол жеткізу үшін не істеу керектігін анықтаймыз. Қазақстан Республикасының премьер-министрі Кәрім Мәсімов.